Сәлем қыз-келіншектер. Осындай жұмсақ, ауызда ерейтіндей, сондай дәмді пирожки пісіріп үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Ал енді бастайық. Біздің пирожкимізді пісіру үшін бірінші кішкене жылы су құйып, дрожжымызды салып, үстіне тағы кішкене құмшекер салып араластырып қоямыз. Мен дрожжды бұл жерде кішкене ғана салдым, өйткені түнде ашытып, азандап пісіретіндей қылдым. Ал егерде күндіз пісіріп алам десеңіздер, кішкене көбірек бір шай қасық дрожж салып жасасаңыздар болады. Сәл тұрғасын үстіне жылы су құйып, 800 грамдай. Тағы тұзымызды дәміне қарай және 1-2 ас қасық пістемай құйып жібереміз. Және үстіне елеп қойған ұнымызды саламыз, 1 килограмдай. Енді әркім өзінің жобасына қарай салып илей береді негізі. Бұл қамырымыз біздің өте жұмсақ болады, қаттылау қылып илемейміз. Сондай жұмсақ болып ауызда ереу үшін қамырымыз өте жұмсақ болу керек, қолға жабысатындай. Енді жақсылап илейміз. Неге осындай жұмсақ болу керек. Бетін жауып, немесе қақпақ болмаса, күленкімен жауып қойсаңыздар болады. Неге қамырымыз ашыды, ол қолға жабысқақ, осындай жұмсақ, міне, бір кішкене қайырып илеп қоямыз. Неге сөйтіп столдың бетіне кішкене сұйық майдан жағып, столға жабыспас үшін. Және қолымызда майлап, осы қамырдан кішкене күлшелеп қоя береміз. Бұл күлшелердің бетін күленкімен жаппаймыз, өйткені бұлар жабысқақ, күленкіге жабысып қалады, және өзі тұрып кішкене тағы көтеріледі. Неге қамырларым барлығын күлшелеп болдым, араларын ашық-ашық қоясыздар, бір-біріне жабыспас үшін. Және пиязды өстіп майдалап турап алып, онда қызарғанша алтын түстес қылып қуырып аламыз. Міне картошкамды мен түнде қайнатып қойғанмын сыртымен, сосын сыртын ашып, тазалап, өстіп езіп аламыз. Керегінше тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, өздеріңіз қандай дәмін ұнатасыздар, сонша саласыздар. Енді жақсылап араластырып еземіз және кішкене судан құямыз. Көбісі сүт құйып жатады, ал мен ешқандай сүтті қоспаймын қамырға. Қамырға да, ішіндегі салмасына да ешқандай сүт қоспаймын. Сонда да дәмі өте керемет болып шығады. Ал енді жаңағы қуырып қойған пиязымызды қосамыз. Сол пияз бұған картопқа өте керемет дәм береді. Бәрін жақсылап араластырып дайындап қойдық. Енді неге тағы столдың шетіне кішкене май жағып, қамырымызды кішкене біркелкі қылып жайып, арасына салмамызды салып, пирожкимізді дайындаймыз. Неге салғаннан кейін екі жағын әдемілеп бүгеміз. Тесік қалмау керек. Соны жақсылап өстіп дайындап, теріс бетін астына қойып, қайырып жинай береміз. Неге дәл осылай жасаңыздар, тігісі ашылып кетпесін. Егерде тігісі ашылып кететін болса, қуырып жатқан кезде ішіндегі картобы шашылып, майыңыз күйетін болады. Бұл пирожкилерді қалаған размерлеріңізбен жасай бересіздер. Үлкен қып, кіші қып, бәрібір. Сосын осы пирожкимен табыс тапсаңыздар да болады. Осылай дайындап, үйіңіздің жанындағы дүкендерге өткізсеңіздер, оны да халық жақсы алып жейді. Ал енді мінеке дайындап болдым қамырдың барлығын, ішіне салмасын салып, сөйтіп кішкене 800 грамдай ыдысқа май құйып, пирожкимізді қызған кезінде қуыра береміз. Майдың қатты қызып кеткені де болмайды. Егерде қатты қызып кетіп жатса, астын басып қойыңыздар. Сол өзінің түсіне қарай майды жобалап азайтып күшейте бересіздер. Осындай алтын түстес болған кезде теріс айналдырасыздар. Бірінші жаңағы бүккен бетті бірінші пісіріп аласыздар. Кейін тегіс беті астына қарай өтеді. Неге көрдіңіздер ме? Ал егерде
кейін екінші рет мына бүккен бетті салатын болсаңыздар, ол кезде сіздің жапсырған жеріңіз ашылып, ішіндегі картобы шашылып кетуі мүмкін. Мінекей осылай таңғы асқа немесе түскі асқа дайындап берсеңіздер болады. Отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Достар, егер де менің осы рецебім сіздерге ұнаса, менің осы еңбегімді бағалап, лайк басып, астына комментарий жазып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Менің каналымдағы басқа видеоларды да көріп, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Келесі видеоға дейін сау, саламат болыңыздар.